Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тағы да мен Динара. Сіздермен жұмсақ, өте оңай әрі тез дайындалатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен соңына дейін болыңыздар. Ыдысымызға ең алдымен жұмыртқа мен қантты салып, аппақ болғанға дейін жақсылап миксерлейтін боламыз. Үстінен қаймақты салып, тағы миксермен бір-екі араластырып жібереміз. Кейін еріген сары майды құйып, тағы араластырамыз. Бөлек ыдысымызға ұн мен ас содасын араластырып алып, сұйық массаның үстінен 3-4 бөлікке бөліп, елеп салатын боламыз. Дайын болған сұйық қамырымызды теңдей етіп 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне какао салып, жақсылап араластыратын боламыз. Пергамент төселген формамызға қамырымызды 2 қасықтан алып, кезектесіп, видеодағыдай етіп құямыз. Мендегі форма диаметрі 24 сантиметрлік. Сосын осылай шпажканың көмегімен пирогтың үстіне өрнектер салуға болады. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 40 минуттай пісіреміз. Мінекей пирогымыз дайын. Толық рецепті видеоның астына описание бөліміне жазып қалдырамын. Рецепт сізге ұнаған болса, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара.